ет бағытында енді былай адамға негізі ет бағытында ұстау керек қой. Ет бағытында ұстауға енді крупный сериямен линді ғой жалпы жақсысы негізі. Соның ішінде линді жақсысы. Осы группада ма, алдыңғы группада ма бір сөйлеп едік, басқа группада ма осы туралы. Тиімділік жағынан енді сен үшін ет көп беретіні, қаншалықты ертерек соя аласың, сондай бүкіл нәрсені ойластырасың ғой. Сондай нәрсеге келетін болсаң, крупный серия мен линданың екеуін салыстыратын болсаң, линданы ертерек соя аласың. Крупный серияда ондай уақытта соя алмайсың. Товарный вид болмайды. Линданы ондай уақытта, азғантай уақытта 3 айда сойып алуға болады. 3 ай, жарым, 4 ай солай союға болады. Крупный серияда ондай уақытта соя алмайсың. Оны обязательно 5-6 ай болу керек, 7 ай. Сол кезде ғана барып соясың. Сосын салмақ жағына келсе, салмақ жағынан тоже линдада ұтып кетесің. Крупный серияда болады, енді жақсы бағымға байланысты жақсы беретіндер. Но бірақ линдада бәрі ұтасың. Линда кішкене салмақтылау болады жем оған қарағанда. Сол қай қаладансың жалпы? Қазақстанның қай жеріненсің? Жалпы негізі қазіргі кезде мынандай кезде вообще жұмыртқа тиімсіз алған. Қазір қарап тұрсаң, январь, келесі ай февральда зачем саған жұмыртқа? Жұмыртқаны алсаң, апрельде алсаң нормально. Апрельде алсаң, майдың басында жұмыртқа шығарасың. Или хотя марттың ортасында алсаң, апрельдің ортасында жұмыртқа шығарасың. Сол жақсы уақыттар сол. Апрельдің ортасы мен майдың ортасы, июньнің басы сол ғой жақсы уақыттар. Одан бұрын негізі керек емес, өзіңе проблем тілеп. Адамдар көбі түсінбейді, ертерек деген сияқты. Қазір жұмыртқаң не керегі бар ал февральда? Кім айтты, что февральда күшті оплот болады деп. Және оны шығарсаң ешқандай проблем болмайды деп. Сол бүкіл нәрселерді ойластыру керек қой тоже. Сам қаншалықты сол уақытта керек деген сияқты. Телеоқан негізі әр жерде ауа райына байланысты. Например, Астана апрельде суық болып тұратын болса, әлі онда керек емес. Онда майдал. Егер не болатын болса, Шымкент жақ болатын болса, или Тараз жақ апрельде күн жылып кетті. Нормально онда апрельде алсын. Біздің өзіміз Оралда апрель әлі салқын болады негізі. Бірақ енді жылынып атады уже. Сол айда алсаң, пока 15 күнде бродерде тұрады. Анау-мынау деп сыртқа шығарам дегенде уже күн жылынып атады. Нормально. Сондықтан біздің Орал үшін, Ақтөбе үшін жалпы апрельдің орталарында ала беруге болады уже. Апрельдің 10-дарынан бастап ала беруге болады. Нормально. Или майдың басы. Ешқандай кеш емес, нормально. Июльдің даже басы да, июньнің басы да бола береді. Енді июль, августке қарай алмаған жақсы салқын түсіп кететін жақтарда. Салқын түспейтін жақтар болса, ол кезде июльдерде де бола береді, ала беруге. Телеоқан негізі жалпы бар ғой. Қазды егер де ірі жақсы қаз болатын болса, ертерек сойып болады. Ақ қаз болатын болса, 3 ай, 4 айда сойып алуға болады. Онда жем сенде аз кетеді. Яғни 4 айға кірем дегенше балапан кезінен енді сонда есептесең, жем вообще аз шығын болады. Сен сол уақытта сойып аласың. Значит, сенде пайда көп болады деген сөз. Егер де оны жоқ соймай тағы да өсірем дейтін болсаң, конечно, ол тағы да жүрсе өсет ол. Азмыз, көп емес енді өсет бірақ. Енді ондай болатын болса, максимум 6 ай ғой енді. 6 ай, 7 ай сондайға дейін бағуға болады. Одан кейін ол өзін-өзі жей бастайды уже. Болды, саған пайда жоқ, ол ары қарай өспейді. Просто жем көп жеп жатыр, ешқандай ары қарай салмақ қоспайды. Онда не керек? Ол просто жемін жеп жатыр, салмақ ешқандай өсірмейді. Сонда кімге пайда? Саған зиян деген сөз ол. Сондықтан сондайды білу керек, адам түсіну керек уже. Сою керек оны қалайда. Мен соны сойып, одан да морозилкаға лақтырғам тыныш, ол ештеңе жемейді, менен ақша сұрамайды деген сияқты ғой. Сен сата алмасаң да сойып морозилкалар болса лақтыра берсең, жайлап сата бересің. Қар түскенге дейін дегеннің бәрі бос сөз. Қаз жақсы жемде тұрған болса, ол любой уақытта семіз болады, жазда да семіз болады. Сондай нәрсе. Сондықтан сен оны сата алатын қазың болса, жайлап сата бересің, азайта бересің. Сондай нәрсе. Сосын енді жаңағы көп тұрған сайын шығын саған көп әкеле береді. Енді минусқа кіріп кетпесең де, жаңағыдай пайда көретін пайдаң кішкене азая береді. Например, санайық.
Ол 6 айда сол салмақты алып болды дейік. Жеген жемі 30 килограмм дейік, например, или 27 килограмм. Сенен шыққан шығын, например, сол қазды 15 мыңға сата аласың, шығынын, например, 6 мың теңге, 7 мың теңге дейік. Жоба мен айтып жатырмын мен просто. Саған 8 мың, 9 мың пайда түседі. Сен ары қарата оны соймайсың. Ой, пока сойғанда қырт су керек қо дейсің де, ол өзі семіретін семіріп болды сол кезде. Жемде жақсы тұрған болса семіріп болды. Ары қарата ешқандай семірмейді ол. Жетесің де әлі тағы 2-3 ай бағып атырасың. Ол жемді не істеп жатыр? Жем жемей тұрған жоқ қой. Мен 2-3 айдан кейін мен шығын көп бермеуім керек деп жем жемей тұрған жоқ. Жемді айырып жатыр, бірақ семірмейді. Патолог оның уже болды. Жемді айырып жатыр. Ол тағы қанша жем жейді? Плюс 10 килограмм жем жейді ал. Плюс 10 килограмм жем жетсе, плюс 10 килограммың тағы бір 2000 теңге шығынға ұшыратты деген сөз. Салмақ сонымен тұра береді. Айналғанда соясың, сен не істедің сонда? Жаңа 6-7 мыңның жемін берген жоқсың, 8-9 мыңның жемін бердің деген сөз. Килограмм сол. Айналғанда сатасың, 15 мыңға 6 мың теңге пайда түседі. Енді ары қарата тағы ұстай берсең, тағы солай, например, азая береді, пайдаң азая береді, жем жеп ең соңында теңесу мүмкін ал тіпті. Сондықтан адам өзінің жаңа пределін білу керек. Ол қазір мынандайға келді, болды, уже семіз, бәрі нормально. Сөйтсеу керек, оны жемге шығын қылмай. Бір жігіттер сондайлар болды группада, ұстап ойбай, мен дымда пайда көрмей жатырмын деген. Пайда көреді ол қанша ұстаса да, бірақ аз көреді, уже азая береді. Сен көп ұстаған сайын пайдаң азая береді. Біреулер сияқты ғой, біреулердің, например, 42 күнде сойтсайсың, или, например, 2 айға дейін ұстайсың, 2 айда ол жемді айырып жатыр уже. Ары қарай салмақ қоспайды, сен дейтін оны 6 айға дейін ұстай бересің. Ол жемді айырып жатыр ғой, постоянно. Ештеңе қоспайды, бірақ не істеп жатыр? Шығын көбейіп жатыр сенде бостан-бос. Ең соңында өзін-өзі жеп қояды. Сондықтан сондай нәрселердің бәрін ойластыру керек. Қазды да солай. Максимум 6 ай ең әрі кетсе болды. Ол қысқа қараудың керегі жоқ. Наоборот, қыс кірді ме, қаз уже арықтайды. Например, салқынға түсіп кетті ме, қаз болды, уже салмақ жібере бастайды, майын жей бастайды, өзінің калориясын жей бастайды түгелдей. Салқын сорып жатыр оны. Сосын ол алады да арықтай бастайды. Саған пайда бар ма? Ол уже артқа қарай кетіп жатыр. Өткенде 7 килограмм болып тұрады. Қазір сен қыс түссін деп, қар түссін дейтін болсаң, аяз ұрып жатыр, бірақ қар жоқ болатын болса. Сонда айналғанда ол өзіне жеп жатса, например, сояйын десең 5 килограммға түсіп қалыпты. Не, пайда болды ма? Жоқ, дымда пайда болған жоқ. Сондықтан адам оған қарамайды. Негіз жалпы күн кішкене қоңыр салқын болады, өте ыстық емес. Сол кезде қаздар жақсы жем жей бастайды, жақсы семіре бастайды енді. Бірақ енді одан ары қарай минусовой кеткен сайын, уже көбейген сайын ол уже өзін-өзі жей бастайды. Сондай нәрсе. Сондықтан максимум енді 6 ай ғой. Ең әрі кетсе 6 ай бағып қойған жақсы ғой. Телеоқам, мына жерде мен сұраққа түсінбей жатырмын кішкене. Қазды міндетті түрде жайылымда бағу керек деген ұғым бар. Жоқ, жайылымсыз да болады, проблем жоқ, жемге де өседі. Бірақ шығын көп болады. Кішкене жаңа жемнің енді бағасы басқа ғой, шөптің бағасы сенде 0 деген сөз ғой. Шөпке де өседі, бірақ тек жалғыз шөппен болмайды. Шөпте де жүрсе де, бәрі сен бір мезгіл болса да жем беру керексің. Шөпте жоқ болса, сен 2 мезгіл жем беру керексің. Сондықтан шөпсіз өседі, проблем жоқ, жақсы өседі. Шөпсіз тез көтеріп, тез семіртіп, сойтсауға ол жақсы. Шөпте жүрген қаз болса, оны соя алмайсың уже. Шөпте жүрген қаз ол ешқашан семірмейді ол. Далада жайылымда жүрмей, ол өседі я денесі, бірақ семіріп май жинамайды. Сондықтан сен шөпте жүрген қазды өзің уақытысында соя алмайсың, онда 3 айда соя алмайсың. Например, шөп қурағанға дейін бағасың, бір мезгілден беріп жатсың, жемге кішкене аздау шығын болып жатыр, жайлап шөппен жүріп өсіп жатыр. Енді алып келесің де шөптен ажырайсың да, соятын кезде жемге қоясың 2 мезгіл. От сол кезде ол семіреді, 15-20 күнде семіреді, сол кезде соясың. Сол кезде шығын аз болады сенде. Вообще шығын минимальный болады. Негіз солай болса дұрыс. Енді жоқ, мен ертеректе сойғым келеді десе, онда бір жартысын алып қалып үйге семіртуге қойып, семіртіп сойтсауға болады. Әртүрлі бар ғой, енді әркімнің ұстауына байланысты. Сосын кішкене, например, көп ұстайтындар болса, басын бастап жайлап ертерек соя берсе, негіз жақсы болады.
Потому что қазір өткізу керек қой ол ертерек. Потому что ертең күні көп болатын болса ол толып тұрады да ертең өзің тіреліп қаласың, аласың да бәрін. Сондықтан ертерек соя беретін, жаңағыдай соям деп жүрген болсаң, енді кішкене басын бастап, жайлап қамап, жаңа семіртіп деген сияқты соя бастасаң, саған кішкене ыңғайлылау болады, оңайлау болады. Талпа 500 қазды бір қамап сағаннан көрі, саған жайлап бір 50-50-ден атқорымға қойып жайлап соя берсең, сол тиімдірек. Кішкене 50-дей тұру 2 мезгіл жемге қойған жақсылау ғой, жем 500 қазды қойғаннан көрі. 50-іңді, например, сояп алдың, келесі 50 тұрып атырған кезде сен мына 50 жайлап соятын адамдарда, сататын адамдар тауып атасың. Жайлап өтіп атады ол да уже. Келесі 50 сойып бастағанда ана 50-ің жоқ уже сенде. Соның бәрін сен қара күзге дейін тірейтін болсаң, қарға дейін, оның бәрі ешбіреу сойылған жоқ деген сөз. Одан кейін аласында 500-дің бәрін бір мезгілде қоясың жемге. Ол не істейді? Сені жемнен есің тандырады. Сен бәрін сойып бола алмайсың, ол 500-ді моментально бір мезгілде сойып тей алмайсың ғой. Одан кейін, например, бәлен күн соятын болсаң, ол бака басы басталып, аяғы бітем дегенше жемде 40 уақыт тұрып қалады. Или сен сондай 500 қазды бір 10 күнде сойып тей алатындай адам болатын болса, например, ал тазалайтын машина болатын болса, онда бір жөн. Оның бәрі қойылмаған болса, онда шығын болады да ол. Сондықтан енді білмеймін, әркім енді әртүрлі нені пайдаланады ғой. Осы жерде көп ұстап көргендер бар, солар өздері айтар бәлкім. Бірақ енді бәрі белгілі ғой негізі. Көп қазды ол бір мезгілде қойғаннан көрі басын бастап жайлап қойып соя бастаған жақсы. Жалпы көбіне ақыл беретінім сол. Сол оңай болады. Осы жерде талай жігіттер ақыл кеңестер алды ғой. Артынан бәрі мойындайды сол нәрсені. Басын бастап бөліп қоя берсең, өзіңе кішкене конвейер сияқты кете береді. Басы сойылып атады, семіріп нормально. Сен уже ол сатылып кеткенде, саған басқаларға жем ала беруге уже пайда болады. Сен оның бәрін тіреп, бәрін бір мезгілден етем десең, сенде ешқандай жем алатын ақша аналардікі жауып атпайды. Сен әлі өз қалтаңа ұрып атады бәрі. Сондықтан тиімді жағын қарастыру керек қой неше түрлі жағдайда.